Оқушылар ұбт-да жалпы археологиялық ескерткіштер, сәулет өнері туралы мағлұматтарға баса назар аударыңыздар, себебі онда жақсылау береді. Ең бірінші ақыртас 7-8 ғасырлардағы Тараздан 40 шақырым жерде. Екінші Біреулі Қазақстан мен Қарақалпақстанның арасында орналасқан. Мырзарабай бұл 6-9 ғасырлардағы Мұзашкөлде орналасқан. Дын ескерткіші 6-9 ғасырлардағы діни сипатта және оның жобасы киіз үйге өте ұқсас болып келеді. Содан кейін Ақпешін. Бұл 7-8 ғасырларда Будда ғимараты болып саналады. Баба атаны айтатын болсақ, бұл 9-12 ғасырлардағы Қаратаудың шығысы шолақ тұрған кентінде орналасқан және Боран мұнарасы 10-11 ғасырлардағы Жетісуда орналасқан. Бұдан да басқа көптеген Қазақстан аумағында сәулет ескерткіштері бар, бірақ та бұл ескерткіштердің де маңызы өте зор. Сондықтан да басқа да мағлұматтар білгіңіз келсе, маған